Есің дұрыс па сенің? Ей! Тоққа түсіп қалды деп ойладың ғой! Кім тоққа түсіп қалды? Тап сен не істеп тұрсың сен де дірілдеп? Бір свет істеймін деп дірілдеп кетесің. Анам басқыл керек тазалап тұрмын аяғымды, неме көресің сен мені? Сен ойлаған сұмдық, сен жақсылық жақпай саған, сен ойладың ғой! Сен мені ойламай ақсың, өзің ойлайтын адам тауып, кетші бар айналайын маған тизе бермей. Сен емес па? Баяғыда тиіп кетерем, мына есіктің алдына келген жігіттердің бәрін не істедің сен? Мөлдір әпше, сіздікі де дұрыс емес қой. Дәурен аға баяғыда үйленіп кететін еді, келген қыздардың алдында малын шығармағанда. Бұл енді ашейін үй ғой. Әлі құдай қалса ремонттаймыз. Мына жердің бәрін, мына бос тастайын деп жатырмын. Мына бос тастайын деп теу қылып 2 этаж үй соғамыз. 3 этаж болып кетуін ойланып жатырмын құдай қалса. Мынаны да бос тастаймыз. Сөйтіп бұл жерге бассейн. Күшті екен, үлкен бассейн сол ғой. Иә, мына жерде бүйтіп бассейн қарап тұрасың да. Мен саған бір сыйлығым бар. Сіз кетіп қалма, өшіп тұр. Дәуреннің қызы ма? Құтты болсын жеңге. Құтты болсын емес. Оңбаған мен байға бермей жатып үйленіп алмақшы ма? Көзді. Бір күшті дейді. Қош келдің Сүлейманның гареміне. Саламатсыздар ма? Сүлейман нес? Сүлейман деген біздің Дәурен. Бұл екінші әйелі, мен бірінші әйелімін. Мен бірінші әйелі, сен екінші әйелі. Мақпал, тез-тез орамал алып кел. Ит құсап, жұмсайтын адамды тап. Не дедің? Көрдің ба? Нағыз не айтып жатыр маған, көрдің ба? Осының бәрі сен тәрбиең. Сен азынан кешке дейін мен жоқта екеуің отырып аласыңдар да быт шығар. Қандай әңгіме айтып жүреді ол? Не енді осыға дұрыс па? Кім кішкентай болып? Сен үйлене алмайсың, үйленсең азынан кешке дейін дірілдеп жүресің ба? Тоққа түсесің. Сен, айналайын. Мұны екеуі қазір ұрсып, дым болмағандай шай ішіп отырады қазір. Чы.